Құрметті көрермендер, құрметті оқырмандар, мен сіздерге бүгін жүзімнің жапырағын қалай жұлу керектігін туралы толық мәлімет беремін. Алдыңғы оқырмандарыма жүзімді қалай кесудің жолдарын айтқан болатынмын. Ал енді бүгінгі негізгі мәселе жүзімнің жапырағын қалай жұлу керек, қай уақытта жұлу керек. Оның пайдасы туралы толығырақ мәлімет бермекшімін. Ал енді көріп тұрсыздар, мынау жүзім өскеннен кейін жапырағы қалыңдап кетеді. Содан кейін оның ішінде мынандай салатын жүзімнің сабақтары бар. Ал енді өздеріңіз білесіздер, күн жақсы тиген жер, күннің астында болған жеміс-жидек дәмді болады және жақсы піседі. Сондықтан, мысалы үшін, егер көлеңкеде өскен дақылдар жаңағыдегі дәмсіз болады, содан кейін майда болады. Ал енді осы мәселелерді шешу үшін халық арасында анау жүзімнің жапырағын жұлып тастасаң дақылы көп болады деген әңгімелері бар. Ал енді кейде мынандай сұрақ туады. Егер де мысалы ағаш өзінің жапырағымен көрікті, жапырақ мынау жүзімге, сабағына нәр қоректік зат береді. Ал енді оның бәрін, жапырақтың бәрін жұлып тастайтын болса, онда ол мынау сабағы, жүзімнің сабағы және мынау жүзім, ол немен қоректенеді, ол қалай өседі, сондай сұрақты жұрттың арасында көптеп мазалап жүргені белгілі. Ал енді сол сұрақты шешу үшін мен сіздерге мынандай түсініктеме берейін. Міне мысалы үшін мынау жүзімнің сабағы, жүзім. Мынау жапырақ. Міне. Сол жапырақтың түбінен мынандай өскен шыққан мынандай. Міне. Міне өскен шыққан. Міне де өскен шыққан. Міне содан кейін міне де жапырақтың түбінен мынандай өскен шыққан. Содан кейін енді үлкендеуі мына жапырақтың өскен шыққан. Енді одан кейін мына жерде жапырақтың түбінен мынандай өскен шыққан мынау. Енді осыларды мысалы үшін осы көрсеткенде осыларды мысалы үшін күннің жарығы көбірек түсу үшін жаңағыдай бұларға ауа ары бері өту үшін мысалы үшін мынау мен мынаны түбіне жұлып тастаймын мынаны. Сонда мынауыңыз күн тиеді, мынау мына келеткен жапырақты, мынадан келеткен қоректік затты жапырақты алып жатыр, мына да алып жатыр. Мына жапырақ енді жұлын тасталды, енді қоректік заттың бәрі мынаған барады. Сөйтеді, ол жаңағыдегі күзге қарай қып-қызыл болып жаңағыдегі піседі деп айтамыз. Піседі. Енді екінші мынаны да жұлып тастаймыз мынау өскен бар, мынаны да жұлып тастаймыз мынаны. Енді бері қараңыз енді. Мына жерде өскен кішкентай мынау. Өскен. Ол жаңағыда күн тигеннен кейін біз солып қалмаған. Бұған біз тиіспейміз. Енді тағы анық болу үшін мен сіздерге мынандайды көрсетейін сіздерге. Жете ме? Міне мысалы үшін қалай десем болады. Мына жерде мынау көрдіңіздер ме? Көріп тұр ма? Мына жерден өскен шыққан, мына жапырақ. Уже мынау жаңағыдегі күн тиіп уже қызарып жатыр, уже пісіп жатыр деп айтуға болады. Ал енді мынаны мен жұлып тастаймын. Енді қараңыздар, мынау сабақ қызарып келе жатыр. Енді мынау жаңағыда күзге қарай сап-сары болып піседі енді. Мынаны мен жұлып тастаймын мына. Сонда мынаның астындағы жаңағыдегі ауа тиеді, күн тиеді. Мынаны да жұлып тастаймын, мына қараңыз, мынаны да жұлып тастаймын, уже өскен бар. Енді қараңыздар.
негізінен жүзім саратында қысқа буын. Мына жерден қысқа буын пайда болды. Демек, ендігі мынау таза, мынау қызара піскеннен кейін сабағы, бұл ендігі жүзім салуға дайын болады деген сөз. Мен тағы да көрсетейін. Міне мынау. Ал енді кейде. Қанша буыннан кейін жылу керек оны, белгілі ма? Қанша буыннан кейін жылу керек оны? Ол қанша буынның қажеті жоқ. Тек қана мынау жапырақ шығып тұр ғой, міне. Мына көрсетейін міне. Мына келе жатыр ма? Мына жапырақ шықты, буын шықты. Буыны барды, жапырағын алып тастаймыз мынау. Енді бері қараңыз енді. Міне мынау. Мына жерде жапырақ шыққан. Неде ешқандай буын жоқ. Бұл жапырақ қалады бұл. Міне осылай. Получается, жанында бір жапырақ буын шығып тұрса, қасынан жанында буын шығу керек. Мысалы мынау ше? Мына қараңыз, мына өсінде. Мына өске жапырақ бар, неде буын шыққан жоқ, буын жоқ неде. Міне буын жоқ. Бұл өзгеше қалады. Ал енді мына қараңыз енді мынау жапырақ неден буын шыққан жаңадан шыққан міне. Оны жапырағын алып тастаймыз енді. Енді осы алдын ала сіздерге мен дайындап қойдым. Осындай жаңағыдегі жапырақтарын жылу арқылы мына жақта мен енді артық жапырақтарды жұлып қойдым. Міне қарасаңыздар, мына жер жылынған жоқ жапырақтары. Мына жапырақтары жылынған. Сонда мұнайға қарағанда, мына қарасаңыздар, арасы сирек қалған. Мына жерде ше? Қайсы? Мына жерде буын, мына жерде жапырақ. Мына жапырақ мынанікі, мына негізі сабақтан шыққаннан болады. Ал енді мына жерден мынаны жұлып тастауға болмайды, себебі мына жас буын. Ал енді мына жапырақ үлкен. Мына ешнәрсе жоқ. Бұл қалады. Мына жерде жапырақ жылынған. Сонда мына жапырақтарды, артық жапырақтарды жұлып тастаған кезде, бұларға ауа тиеді. Және бұлардың буындарынан қоректі заттарды өзі көбірек қабылдайды. Және бұндай буындардың таза пісіп жетілуіне не қылады, көмектеседі. Енді ана жақтарда жоқ па екен? Қайсы? Ана жақтарында. Енді мына жақтың бәрінде бар ғой, егерде қолдарыңыз бос тұратын болса, бір мысалы келесіде қарайсыз. Мынада буынның шыққан ешнәрсе жоқ. Оны тимейсіз. Ал енді мына жақта сыртқа шыққанда болсын, мына келатқан кезде, мынау жапырақтың кейін буын шыққан. Оны алып тастай саласыз. Мынаны бүйтіп алып тастай саласыз бұл. Міне. Жақыннан біреуін не қылайшы? Көрсете ғой жақын жерін. Міне. Мынау ше мынау. Мына буын тұр, мына буын тұр жанында. Тоқта. Мына буын тұр, жапырақ тұр, оны алып тастайсыз. Міне мынау жапырақ тұр. Мына жапырақ. Оның жанында жаңағыдегі кішкене буын өскен. Оны алып тастайсыз. Міне мынау да алып тастайсыз. Міне мынау жапырақ. Оның қасынан қысқа буын шыққан. Оны жапырағын алып тастайсыз. Үстіңгісі де солай, міне. Қарасаңыз. Сонда бұның не пайдасы бар? Сонда бұның пайдасы, мына жаңа шыққан буындар өсеу келетті, мынандай жаңағыдегі сабақ пайда болады, мына сияқты. Мына түсіріп жүр, мына сабақ болады. Сөйтетті мына буындар қызарып піседі. Мына қазір жапырақ көп бар екен, көлеңке болып тұр. Қоректің зат азғандай болып тұр. Мына жерден шығып тұр. Мынаны жұлып тастаймын, 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 мынаны жұлып тастаймын. Сонда мынерге күн тиеді. Ауа тиеді. Сонда мына сабақ таза пішеді. Қара, мына майда буын. Осылай келесі жылы таза пішкеннен кейін, келесі жылы 7 буыннан қырқамыз ғой. Сонда пішкеннен кейін келесі жылы бұл жүзім дақылын береді. Жақсы. Мен енді осының бәрін көрсетіп жатқан жоқпын, сіздердің уақыттарыңызды алмақ үшін. Сол жаңағыдегі осылай істеуге болады. Енді жүзімнің жапырағының? Енді осы жапырақты жұлып алдық.
Егер мал болатын болса, малға берсе, мал жеп қояды. Ал енді адам ағзасында да осы жүзім жапырағының пайдалары өте көп. Кейде біз оны қарасаңыздар, базарға барсаңыздар, жүзім жапырағын сатып алып жатамыз, пәленше ақшаға. Ал енді өзіміздің үйіміздің алдындағы бар затқа онша көңіл аудармаймыз. Ал енді осы жапырақтың енді қай салада адам ағзасына қалай пайдаланады, ол не үшін неге пайдалы, сол туралы мен кішкене мәлімет беріп өтейін. Мен енді қараңыз, тағы да бір айтайын. Бұл мысалы үшін жапырағын, жүзімнің жапырағын жұлған кезде кейбіреуі қатты бүйтіп өсіп кеткен. Мына біреуін жұла салайын, мына қатты өсіп кеткен. Екіншісі сәл кішілеу. Үшіншісі мынау қалай десем болады, мына ала салайын. Мына жас буын. Ал енді әр уақытта сіздер білесіздер, жас буынның витамині, адам ағзасына керекті заттар өте көп болады. Осыны аламыз да, мысалы үшін мынау да кішкене жатады, мына астын қарасаңыздар, ашық жасыл мынау. Бұның әдісі, екі түрлі әдісі бар. Бұны аламыз да тұздап банкіге салып қоямыз. Екіншісі мұздатқышқа салып қоямыз. Бұны сабағын алып тастаймыз да. Сабағын алып тастаймыз. Сөйтеміз де, мынаны бетіп қалып, жуамыз. Сөйтеміз де мынаны кептіріп, жаңында салапаны болмаса жаңында пластмассы ыдыстар бар ғой жаңында. Соны ішіне салып, мұздатқыштың ішіне салып қоямыз. Бұны кез келген уақытта пайдалана беруге болады. Ал енді біздің үйдегі келіндер мына жапырақты жуады. Сөйтіп осының ішіне күріш пен ет, фаршты араластырып салады да, сөйтіп мынаны жаңағыдай бүйтіп орайды, былай орайды, мынау. Сөйтіп те жаңағыдай сыртынан жіппен орап, сөйтіп қайнатып тамақ істейді. Ал енді бұл өте пайдалы. Енді жүзімнің қай салада пайдаланатынын мен енді айтып өтейін. Енді айып етпеңіздер, мына қағазға жазып бір жерден көшірген екен демеңіздер. Жасым болса 74-ке келіп қалды. Кейде оқыған нәрсе естен шығып кетеді. Сіздерге толық нақты және толық мәлімет беру үшін ана жерден іздедім, мына жерден іздедім, кітаптан ізденіп, өзіме сіздерге пайдалы болады деген нәрсені өзіме жазып алдым. Жүзімнің жапырағы тамаққа да пайдаланады, және медицинада да пайдаланады. Ал енді бұның ішінде косметика пайдаланатынды, басқа салаға пайдаланатын туралы ол саланы мен алған жоқпын. Медицина менен тамақ пайдаланатын жағын алдым. Тамаққа жаңада мен көрсеткендей ет пен күрішті, фаршты араластырып, жапырағын орап, жіппен орап, жаңағыдай одан тамақ істейді, қайнатып, оны қазақша сарма деп атайды екен. Ал енді екінші медицина саласында пайдаланады. Медицина саласында мына жүзімнің жапырағында витамин А, С, К деген витаминдер бар. Ал енді жүзімнің жапырағын холестеринді түсіру үшін де пайдаланады. Содан кейін мына жүзімнің жапырағын қайнатып суын ішсе, адамның бойында қан айналымын қалыптастырады екен. Ал енді содан кейін барып, мына жүзімнің жапырағын суға салып қайнатамыз. Қайнатқаннан кейін сол жапырағын, мына жара бар ғой енді жараға таңамыз. Сол жараны да жазу үшін пайдаланады екен. Енді содан кейін кейде адамның кейде бір жеріміз ұрып аламыз. Болмаса әсіресе
қартайған шағымызда аяғымыз ауырады, аяғымыз іседі. Сонда жол жаңағыда қайнаған суға жапырақты 30 секунд салып алып, сол жаңағыдегі сол аяғымызға байласақ, сол ісігін қайтаруға септігін тигізеді. Ал енді бұның ішінде жүзімнің дәні де өте пайдалы. Құда қаласа жүзім піскеннен кейін жүзімнің дәнін жаңа кейбіреуін шығарып тастаймыз ғой. Бұл жүзімнің дәні өте пайдалы. Негізінде жүзімді дәнімен жеу керек. Жүзімнің өзін жегеннен гөрі дәнімен жеген пайдалы. Ал енді жүзімнің дәнінен шашқа арналған маска жасайды екен. Енді оны жинағанда айттым жаңағыдегі. Негізінде қалың болып кеткеннен гөрі, мына жапырақтан гөрі. Мынау қатты қалың болып кеткен. Одан гөрі, мысалы үшін мынау. Орташа және жас. Мынаған қарағанда, мынаменен мынада адамның ағзасына пайдалы витаминдер өте көп. Мынада да бар, бірақ мына ересектеніп кеткен. Сонда біздің алатынымыз, алғанда қалай аламыз? Кейбір жерлерде қой жапырақ, қой көкпеңбек болады. Кейбіреуі сарғылт болады, кейбіреуі жаңағыдай жасыл болады. Ал енді мына жапырақты астыңғы жағына қараймыз. Міне ашық жасыл жапырақты жинаған дұрыс. Енді мынаған қарашы, мына жердегі жүзімнің мына жері арасы қурап кеткен. Қай? Мысалы, Қатты айтам. осында түсіндіріп жүрсеңіз. Міне мынау Неге бұндай жағдай? Міне мынау жүзім. Бұл қураған емес. Мынау гүлдеді. Гүлдеген екен астында дәні шықты. Сонда жаңағыдай гүлдегенде не дейді анау? Аналық ұрық, аталық ұрық дегендер болды ғой, міне мысалы үшін. Бұлар жаңағыдегі бұлар уже қурап бітті, енді түседі бұлар. Міне. Сөйтіп бұның астын дәні, жүзімнің дәні шықты бұл. Міне осындай жағдайлар. Жақсы, керемет. Енді мысалы мына жерде, мына жерде буын шығып келе жатыр, буын шығып келе. Оның жанындағы жапырақты алып тастаймыз, оны алып тастаймыз. Енді мына берді мынандай нәрсені еске сақтау керек. Мысалы үшін мына кішкентай. Мынау кішкентай. Бұл жаңағыдегі болсын, әлде болса мынаған күн ыстық болған кезде, бұған көлеңке де керек. Мына қара. Мына көлеңке де керек мынау. Ал енді бұл бірден көлеңкеде тұрғаннан өзіңіз байқаңыз. Өңкей салқын жерде жүріп, бірден күннің астына шығатын болсаңыз, басыңызға күн тие ме? Бұл да сол сияқты. Міне қазір мынаған берген жаңағыдай көлеңке болып тұр. Ал енді бірден жұлып тастасаңыз, мынаған күн тиеді де, мынау жаңағыдай солып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл өсет жаңағыдай біраз уақыт, өзіне қалпына келеді жаңағыдай. Міне мысалы үшін мынаны қараңыз. Мына сияқты өсіп келеді мынау. Сонда мына түбіне шыққан жапырақты еп тастауға болады, жұлып тастауға болады. Яғни буының жанындағы жапырақтар кішкентай болмау керек, дәу болған жағдайда алып тастау керек. Кішкентай кезінде қалдыруға болады. Ал түбінде жоқ болатын болса, оны жұлмау керек. Ал енді буының астына, жапырақтың жанынан, тағы да қайыр деді. Ертағын жұлып қойдық, мен көрсеттім мұны. Ертағын көрсеттім. Міне. Бұл сіздің айтып жатқаныңыз биылғы, яғни сабақтарына піскен жағдайда келесі жылы жаңағы сабақтарын жаңағыдай жақсы қызарып пісіру үшін жасалынып жатқан әдістер. Яғни келесі жылы жеміс жақсы беру үшін, иә? Содан келесі жақсы өнім беру. Және мынау жаңағыдай жемістері дәмді және үлкен болу үшін істелініп жатқан іс-шараларынан барлығы. Жақсы, керемет түсіндірдіңіз. Кеңес ағай, рахмет. Тағы айтар қосарыңыз бар ма? Ал енді мен негізінен бүгінгі негізгі тақырып жүзімнің жапырақтарын жылу туралы болған болатын. Содан кейін тағы да бір нәрсе айтатын нәрсем. Мысалы үшін кейде жүзім
өскен кезде сарғая бастайды. Ол демек қоректік заттардың аздығы. Және жаңағыдегі сары жапырақтарды мысалы үшін түбінен анау өсінді шықсын, сары жапырақ болатын болса, оны не қылу керек? Жұлып алып тастау керек. Оны ешқандай пайдасы жоқ. Міне бүгінгі айтам деген мақсатыма жеттім. Осы менің айтқандарым пайдалана отырып, жүзімдеріңізден мол өнім алуларыңызға ниет еттім. Мол өнім алыңыздар. Бау шабақтарыңызда жүзім көп болсын. Әр уақытта бала шағаларыңыздың өздеріңіздің дастархандарыңызда осы жүзім самсып, тарелкаларда, дастархандарыңызда көбірек болсын деген ниетпен сіздерге жақсы тілек тілеймін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ағзаларыңыздағы витаминдеріңіз көп болсын. Қосқандарыңызбен қоса қарып, бала шағаның рахатын көріп, дастарханға жүзімді көбірек қойып, соның дәмін жеп, алдағы күнге шаттықпен, қуанышпен жетуді мен сіздерге Алладан тілеймін.